Мен министрге. Құрметті Олжас Абайұлы, алтын күміс тас, арпа бидай ас деген сөз бар. Соңғы кезде мына байқасаңыз, әлемдік деңгейде азық-түліктік дағдарыс жаһандық проблемаға айналады деп дабыл қағуда, бүкіл мемлекеттер қамданып оған дайындалуда, бірақ біз қайғысыз қара суға семіріп жүрміз. Иә, бұндай ақиқатты қабылдау қиын, алайда бірнеше фактілерді келтірейін. Біріншіден, экономикалық өсім бойынша ауыл шаруашылығы ең төменгі көрсеткішке ие. 2005 жылдан бастап ауыл шаруашылығы бойынша қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың бірде-бірі соңына дейін іске аспаған. Аграрлық саясаттың тұрақсыздығы соншалық, мына 20 жылдың ішінде субсидия ережелеріне 57 рет өзгеріс енгізілген. Міне нәтижесінде ең коррупциясы жоғары салалардың қатарына кіріп отыр. Екіншіден, соңғы 10 жылда дүкен сөрелеріндегі импорттық тауарлардың үлесі үш есе өскен. Қайта өңдеу кәсіпорындарының өндірістік қуаттылығы еш уақытта 30%-дан асқан емес Қазақстанда. Экспорттық бағыттарды жоғалтып алдық. Үшіншіден, баға саясаты фермерлерде емес, алып сатарлардың қолында болып отыр. Олардың пайдасы шаруаларға қарағанда 4 есе көп. Ауыл адамдарының несібесін базар қақпасын торлаған делдарлар алып кетіп жатыр. Зертханалардың көбісі базарлардағы жекеменшіктің қолында тауардың өнімнің сапасын шалапыла тексереді. Мұндағы ең өкініштісі соңғы 5 жылда болған құрғақшылық пен қыс мезгіліндегі мал азығының тапшылығы тұрақты қалыпты жағдайға айналды. Бірақ осындай жағдайда тұрақты көмектесетін бізде жүйе жоқ, өкінішке қарай. Былтырғы сатылмай қалған жүгері мен пиязды қайтпекпіз. Қалада бар дүкенде, қаладағы дүкендерде бар тауарлардың түрлері ауыл дүкендерінде жоқ. Демек физикалық қолжетімділігі деген түсінік қайда? Тағы бір мәселе айтайын, электр энергиясы, жылу тарифтердің өсуі талай жобалардың дамуына кедергі келтіріп отыр. Соңғы жылдары мына ауыл шаруашылығына бет бұрып, жеке инвестициялар келе бастап еді, бірақ осындай тұрақсыздықты көріп, жаңа бизнесмендер ауыл шаруашылығынан ат-тонын ала қашты. Көптеген шаруашылықтар сатылып жатыр қазір. Міне осының барлығы, құрметті Олжас Абайұлы, ауыл шаруашылығына арналған, азық-түлік қауіпсіздігі арналған заңның жоқтығы. Осыған байланысты біз ауыл партиясы заң жобасын дайындап, үкіметтің қарауына ұсынған едік осығанға дейін. Өкінішке қарай, бұл жобамызды министрліктің деңгейінде қарастырып, бізге ат үсті жауап берілді. Қазақша айтқанда жалпақ сөзбен жаба салды. Біз бір қатар реформаларды бастау болатын. Талай жаңашыл, жаңа новеллаларды ұсындық. Бірақ бұл жобаларымызды, ұсыныстарымызды ешкім дұрыстап, саралап, талдап жатқан жоқ. Құр жалпақ сөзбен жауап бере салды. Бізде бұл заңымыз бар, 2005 жылдан бері басқа да нормативтік актілер бар, сол жетерлік деп жаза салды. Біз оған көңіліміз көншімейді. Себебі артынан іздеп келген адам жоқ. Сіздердің заңдарыңызда мынандай жазылған екен. Ауыл партиясы мынандай ұсынып жатыр екен. Осы идеяларды қарастырайық деп іздеп келген бірде-бір жан жоқ. Көптеген мемлекеттер азық-түлік қауіпсіздігі туралы доктрина қабылдаған. Бізде ондай жоқ. Сондықтан да, құрметті Олжас Абайұлы, осыны ескере отырып, ауыл партиясын дайындаған заң жобасын дұрыстап, үкіметтің деңгейінде қарап, қайтадан пысықталуын біз талап етеміз. Сіз жаңа премьер-министр ретінде осыған ерекше көзқараспен қарайды деген үміттеміз. Құрметпен ауыл партиясының депутаттары.